Сәлем бәріне, бүгін 7-ші сынып алгебра есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп бізде 37, бірінші есеп. Бұл жерде бізде өрнектер берілген, және бұл өрнектер бөлшек рационал өрнектер бола алады ма деген қарап отырсақ, бізде бұл жерде үшіншісі келеді рационал бөлшекке. 3 бөлінген. Келесі төртіншісі келеді. 3х қосылған 4 бөлінген x мен. Келесі алтыншысы да келеді бұл жерге. 4y минус 5 бөлінген 3 минус 0,2 y қосылған 2y минус 3 бөлінген 8. Жауаптар осылайынан болады. Осы үшеуі дұрыс. Келесі 37 екінші есеп. Бұл жерде бізде өрнектер берілген осы. Және біз кез келген бір сандар қоюымыз керек. Және осы өрнектің мәнін табуымыз керек. Ең біріншісінде бізге x тен 3-ке деп тұр. Значит, 2-ні көбейтеміз 3-ке минус 1 дейміз. Бөлінген x бізде 3 жазамыз. Енді мұнда 6-ны минус 1 жазған кезде 5 бөлімінде 3 тең болады 1/3-тен 2 саны. Келесі x бізде 1-ге тең болған кезде 2 көбейтілген 1 минус 1 бөлінген 1 тең. 2-ден минус 1 жазған кезде 1-ді 1-ге бөлген кезде 1 шығады. Келесі мына жерде бізде минус 5. X-тен минус 5-ке болған кезде 2-ні көбейтеміз минус 5-ке минус 1 деп жазамыз. Бөлінген дейміз. 1-ге дейміз тең. Мұнда бізде минус 10 шығады. Минус 10-ды 1-ге бөлген кезде шығады 10 минус 11 бөлеміз. Мына жерде 5 жазып кеттім. 5. Сонда бұл жерде бізде шығады минус. Сонда шығады бізде 2/2 саны. Келесі x бізде 2-ден 1-ге тең болған кезде деп тұр. Значит, бізге 2-ні көбейту керек. 2-ден 1-ге азайту керек. 1-ге бөлінген x бізде 2-ден 1. Бірінші алымында бізде 0 шықса, бөлімінде 2-ден 1 шығып тұр. Енді 0-ды 2-ден 1-ге бөлген кезде бәрібірде бізде 0 саны шығады. Келесі x-тен минус 1/6-ға. Сонда 2 көбейтілген минус 1/6 азайтылған 1 десек, бөлінген минус 1/6 тең. Енді бұл жерде бізде 2-ні минус 1/6-ға көбейткен кезде шығады 3-тен минус 3/2, бірақ та минус 3/2-ге минус 1 болған кезде шығады минус 4/2 саны. Бөлінген мына жерде қысқарған кезде шығады 21-ден 8 саны. Яғни бұл бізде 2/8-ден 5 саны. X бізде 100-ге тең болған кезде деп тұр. 2-ні көбейтеміз 100-ге, азайтамыз 1-ге. Бөлінген 100 деп жазамыз. Тең. Енді мұнда 200-200-ден 1 азайтқан кезде 199 шығады. Бөлімде 100. Енді бізде қысқарған бөлген кезде бізде шығады 1/199 саны. Келесі екіншісінде бізде біріншісінде a минус 2-ге тең болса деп тұр. Ал бастайық. 3 көбейтілген минус 2 минус 7 бөлінген 2 көбейтілген минус 2 қосылған 5. Бұл жерде минус 6 минус 7 болады. Минус 13 саны. Ал бөлімінде мұнда минус 4. Минус 4-ке плюс 5. Минус 4 плюс 5 болған кезде 1 шығады. Яғни жауап минус 13 шығады. Келесі a тең минус 0,4-ге деп тұрген. Сонда 3 көбейтілген минус 0,4
минус 7 бөлінген 2 көбейтілген минус 0,4 плюс 5 тең. Минус 1,2 минус 7 шығады. Минус 8,2 бөлінген мұнда 0,8ге плюс 5 қосқан кезде шығады 4,2 саны тең. Қысқарған кезде шығады 1,195 саны. Келесі А тең 0-ға 3 көбейтілген 0 минус 7 бөлінген мұнда дәл солай 2 көбейтілген 0 қосылған 5 тең. Енді мұнда бізде 0 шығады, 0 минус 7 шығады. Минус 7 мұнда 0, 0-ға 5 қосқан кезде 5 шығады. Тең. Қысқарған кезде шығады 1,4 саны. Минус 1,4 саны. Келесі А тең бізде 10-нан 5-ке болған кезде 3 көбейтілген 2,5 минус 7 бөлінген 2 көбейтілген 2,5 плюс 5 тең. Мұнда шығады 0,10-нан 5 саны бөлінген мұнда 2,12-ні 2,5-ке өткен кезде 5 шығады бөлімінде 10 саны тең. Қысқартқан кезде 0,105 саны шығады. Келесі 37 екіншісінің үшіншісі мұнда бізде 3-ке болса деген екен. Мұнда 3-тің квадраты плюс 6 бөлінген 3 көбейтілген 3 минус 4 тең болады. Мына жерде 9 6-ны қосқан кезде 15 бөлінген 5 тең болады 3. Б тең 4,14-ке тең болса 4,14-тің квадраты қосылған 6 бөлінген 3 көбейтілген 4,14 минус 4 деген екен. Тең. Мұнда 4,14-тің квадраты бізде квадраты 19,136 болса 13,2 минус 4 тең. Бұл жерде мына жерде 9,2 саны шығады. Келесі Б тең болса 5-ке 5-тің квадраты бізде 5-тің квадраты қосылған 6 бөлінген 3 көбейтілген 5 минус 4. 5-тің квадраты 25 қосылған 6 15 минус 4 тең. 25 плюс 6 бізде шығады 31 саны. Ал мұнда 11 саны тең 2,181 саны шығады. Б тең 6-ға болса 6-ның квадраты плюс 6 бөлінген 3 көбейтілген 6 минус 4 тең. 6-ның квадраты 36, 36-ға 6-ны қосқан кезде шығады 2 бөлінген 3-ті 6-ға көбейткен кезде 18, 18-ден минус 4-ті қосқан кезде 14 саны шығады тең. Бұл жерде жауабы 3 болады. Келесі 4-шісінде x тең минус 2-ден 1-ге тең болса дейді. Онда 2 көбейтілген минус 2-ден 1-ге минус 2-ден 1 қосылған 1 деп тұр. Тең. Мына жерде бізде шығады минус 1 саны қосылған. Ал мына жерде 1 минус 2-ден 1 деп жаза аламыз, себебі мына жерде минус деп тұр. Сонда мына жерге 1 плюс келесі 8 бөлінген. Мына бағана қарағанымызда мына жерде минус емес, уже 2-ден 1 болады. Бұл жерде бізде 8 бөлінген 2-ден 1 деп тұр. Яғни бөлінген бізде бұл бөлшек болып тұр. Енді бізде бөлу болса, біз кері санға айналдыруымыз керек, өздерің білесіңдер. Мына жерде 1 астына кетеді, ал 2 керісінше үстіне барады. Енді да бізде шығады 16 саны. Сонда тең деп жазайық. Минус 1 қосылған 16
тең болады 15 саны. X 0,15-ке тең болса, онда 2 көбейтілген 0,15 жазайын. 8 0,15. Бұл жерде қосылымды кетіппін. 0,15 қосылған 1 дейді. Тең, мына жерде бізде 2-ні 0,15-ке көбейткен кезде шығады 1 қосылған. Мына жерде 0,15-ке 1-ді қосқан кезде 1,15 саны шығады. 8 бөлінген 1,15-ке. Енді мұнда бізде мына жерге жаза салайын. 1 қосылған 80 бөлінген 15 жазсақ болады. Яғни мына жерде үтірді 1 алға қоямыз. Үтірді алға жатқанымыз үшін мұның жанына 0-ды қосып жүреміз керек. Тең. Енді ортақ бөлім келтіреміз. Мұнда 1-ге біз 15-ті қоямыз. Сонда 15, 1-ді 15-ке көбейткен кезде 15 қосылған 80 дейміз. Тең. Мұнда 95 бөлінген 15 шығады. Тең. Шығады 6,133 саны. Келесі X бізде 1-ге тең болған кезде 2 көбейтілген 1 қосылған 8, 1 қосылған 1. Тең 2 қосылған 8 бөлінген 2 дейміз. Сонда мұнда бізде 1 қалады, мына жерде 4 қалады. 4-ке 2-ні қосқан кезде 6 шығады. Келесі X-тен бізде 2 көбейтілген 3 қосылған 8 бөлінген 3 қосылған 1 дейміз. Тең. Мұнда 6 қосылған 4-тен 8 санында қысқарады. 1, мына жерде 2. 6-ға 2-ні қосқан кезде 8 саны шығады. Келесі 37-те 3-ші есеп. Бұл жерде берілген 37-те 1-ші кестені толтыруымыз керек. Мен кестені толтырмай-ақ қоям, бірақ та толтырмай-ақ та шығаруға болады. Енді бастайық. X-тен -13-ке болған кезде дейді. Онда -13 қосылған 5 бөлінген -13 -3 дейміз. Бізде -8 бөлінген -16 саны шығады. Тең 2. Келесі X-тен -5-ке дейді. -5 қосылған 5 бөлінген -5 -3 тең. Мұнда бізде 0 шықса бөлінген, мына жерде -8. Кез келген санға бөлсек те бәрібірден 0 саны шығады. X-тен -0,12-ге тең болған кезде -0,12 қосылған 5 бөлінген -0,12 -3 тең. 4,8 саны шықса бөлімінде 3,2 саны шығады. Қысқарған кезде шығады 1,5 саны. Бұл жерде -1,15 саны шығады. Деп тұр екен. 0 қосылған 5 бөлінген 0 -3 тең. Мұнда 5 бөлімінде 3 болады. -3 болу керек. Тең. Шығады -1,66 саны. Енді X-тен 1 болса, 1 қосылған 5 бөлінген 1 -3. Мұнда 6, мына жерде -2 саны. Тең -3 саны шығады. Мына жерде X-тен 17-тен 1 дегенді ұмытып кетіптім. Қосылған 5 бөлінген 17-тен 1 -3 тең. Енді ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Сол кезде шығады. Мына жерде мысалы ортақ бөлім 17-тен берсек, мына жерге 17-тен береміз. Мына жерде 17
5-ті 17-ге көбейткен кезде 85 саны шықса, мына жерде 85-ке 1-ді қосу керек, сонда 86 шығады. Бөлінген мына жерде 3-ті 17-ге көбейткен кезде шығады 51, 1-ден 51-ді азайтқан кезде шығады минус 51 саны. Минус 50 саны дегенім жетті тең. Мына жерде енді қысқаратын болса 5/100-5 бөлінген, бұл жерде тең 1/172 саны шығады. Келесі x тең 5-ке болса деп тұр екен. Сонда 5 қосылу 5 бөлінген 5 минус 3 дейміз. Сонда мына жерде 10 болса, бөлімінде 2 болады. Тең мына жерде 5 саны шығады. Тең 7-ге болса, 7 қосылған 5 бөлінген 7 минус 3 дейді. Мына жерде бізде шығады 12 бөлінген, мына жерде 4 шығады 3 саны. Егер түсінбей жатсаңдар, сұрақ қойып кетіңдер, комментарияға міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Әрине де сіздер түсінбеген есептеріңізді нақтылап, қандай есепті, қандай санды, нешіншісін түсінбегендеріңізді жазып кетіңіздер, нақтылап, әйтпесе түсінбеуім мүмкін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.